Сіздің психиатр маман ретінде ғылыми негізге дәлелденген тұрғыдан аутизм шығу себеп салдары неде деп ойлайсыз? Ол мысалы аутизмнің шығу белгілері әлі күнге дейін анықталмаған. Бірден бір ақпарат бойынша ол генетикалық тұрғыдан деп айтады. Сосын және де енді екінші жағынан мысалға ата-ананың мысалға ананың несі период дейді ғой, енді жүктілік кезеңінде, жүктілік кезеңінде қалай өтуі, мысалы стресспен өтуі деген сияқты, стрессті көп сондай жағдайда өткені мысалға. Одан кейін мысалға андай тағамдарды аз қабылдағаннан мысалға витаминдер аз мысалға, соған жүктіліктің жиі болуы мысалға, сол да әсер етуі мүмкін мысалға. Кейбіреулерде әйел адам организмі қалпына келмей жатып мысалға келесі баланың болуы мүмкін, сол да жағдайға әкелуі мүмкін. Және де біздің қазіргі экологиямызға байланысты тоже айтып жатыр, мысалға экологиямыз өте сондай электронный болып кетті да, мысалға көп бәрі компьютерлық жүйе, бәрі телефон, оның бәрі солда әсер етеді деп айтады. Бірақ енді оның бәрі болжам, негізі былай толығымен ол әлі анықталған жоқ. Ең бірінші ол генетика жағынан дейді. Көбінесе ол ер адамдар жағынан жүреді деп айтады. Себебі өзі қарап отырсаңыз, өзі ұл балаларда көбінде кездеседі. Ұл балаларда көбінде кездеседі. Сондықтан бірден бір болжам, сол генетикалық тұрғыдан ер адамдардан енді бір поколениядан бір поколенияға беріледі деген сияқты ғой, мысалға. Арғы тегімізде может быть болғандай.